менің сен мені сағынбайсың ба деген әнім де қазіргі тілмен айтқанда, өнер сүйер қауымның тілмен айтқанда хит әнге айналды. Бұл әннің де тарихы ерте заманда жатыр. 1986 жылдың желтоқсанында өмірге келген ән, сөзі де, әні де. Өйткені мен сол кезде ауылда жұмыс істеп жүргенмін, мұғаліммін, мектеп директорының орынбасарымын. Жаңадан бір жігітпен жүріп жүргенбіз, біздің сөзбен айтқанда. Екеуміз бір-бірімізге сезімімізді білдіріп, енді мен өзім де ол кісіге бейілдік танытып, өзімнің жақсы көретінімді байқап, өзімді өзім іштей сынап жүрген кезде туылған ән. Мен 2 айға 4 желтоқсан мен 4 ақпан аралығында 2 айға Қарағандыға мектеп директорларының, мектеп басшыларының білімін жетілдіру курсына оқуға кететін болдым. Жаңағы жүріп жүрген жігітім мені Қарағандыға ауылдан автобуспен және осы жерден Тараз қаласынан, қазіргі бұрынғы Жамбыл қаласы Тараз қаласынан пойызға шығарып салатын болып келіскен. Сол ертең жол жүрем деген күні бізде өзен жастарымыз күнде мұғалімдердің ортасында кешке қарай күнде ойын сауық бір отырыста болдық. Сосын мен сәл ерте кетіп қалдым. Жолға жиналуым керек. Автобусқа таңертең сағат 5-те келіп тұрады, ауылдың автобусы. Түске шейін Таразға Жамбылға жету үшін таңғы 5-те елең алаңда, өзі қысқы мезгіл, таң сәрісінде қараңғылықта барып, автобусқа барып, шешем, бауырларым шығарып салды. Жаңағы маған уәде берген жігітім келмей қалды. Жамбыл қаласына шейін келіп, пойызға отырғызып салып жіберетін жігіт уәдесіне тұрмады. Жамбылға келгеннен кейін пойызға отырып, пойызбен бірнеше сағаттары жол жүріп барып, Қарағандыға келдім. Каргу деп аталады. Сол кездегі Евне Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. Соның бір жатақханасына орналасып, мен оқуды бастап кеттім. Содан ойымда күндіз сабақ оқисың, кешке қарай бір мұң пайда болды. Қасымда Татьяна деген орыс қыз жатты. Ол да мен сияқты мектеп директорының орынбасары екен, оқуға келген. Сол екеуміз әңгімелесеміз, ол да басы бос жас қыз. Әңгімелесеміз, бірақ мына жақта мұң кетпейді. Одан ол өксік боп мына жерме келді. Содан бірақ сәтте сол жерде гитарам бар. Лықсыдыдағы жанардан тамып тамшылар, сен мені сағынбайсың ба? Сағынбағаныңнан шығар, сағынсаң бір келмейсің бе? Деген шумақтар төгіле салды. Және ыңылдап отырғам гитарамен бірге, әнімен бірге туыла салды. Мен өзі жаңағы тұңғыштарымды да, перзенттерімді де егіз қып туғанмын. Жаңағы әнде өлеңімен, сөзімен бірге егіз туа салды. Ол кезде енді басым бос адамын ғой. Жаңағы әнді Татьяна деген қыз бар. Одан арғы бөлмеде тағы бір қазақ қыз бар. Ол да тыңдап, көрші бөлмедегі мен сияқты оқып жатқан кісілер бар, үлкенді кісілер, мектеп директорлары бар, бір жерде жұмыс істейтін. Солардың бәрі келіп, ой керемет ән деп таңға шейін шырқағанымыз бар жаңағы әнді. Сол әнді кейін жаңағы қыз, Жәмила деген қыз, кетер кеткенше 2 ай бойы жылап отырып маған, мен орындасам болды, олдың көзінен мөлтектеп жас шығатын. Осындай өстіп ән туылды. Қазір айта беруге болады, сол әннің кейіпкері Ербол ағаларыңыз. Жұбайым. Сен мені сағынбайсың ба?
Кей сәттерде көргің келіп, уайымға салынбайсың ба, көз жасыңа бердің берік. Жанардан тамып тамшылар, сен мені іздемейсің бе? Сағынбағаныңнан шығар, сағынсаң бір келмейсің бе? Сағынсаң еске алар ең, серік етіп сыр сезімді, айналып маған бар әлем, көререн тұнжыр көзімді. Естісең қатал болмасең, дауысымды менің ышқынған. Өртенер едің сонда сен, мендегі ыстық ұшқыннан. Еске алып өткен күндерді, мұң торлап күрсінбейсің бе? От сезім кешкен түндерді, ойлаумен жүрсін дейсің бе? Түсінер едің бәрін сен, түсінер едің қиналсаң, күтетініме кәміл сен, келем деп маған жиналсаң.